Ассалаумағалейкум. Мынау Наурыздың алдында біздің қазақтар жалпы табиғаттың қорғаншысы ғой. Сонда біздің ата-бабамыздан қалған бір ұмытылған бір дәстүр бар. Бұл мынау құмырсқаларға тары беру деген. Мінекей, бұл тарыны береді. Қазір бүгін 15 наурыз. Мінекей, бұл жаңа мына тарыны береміз. Мынау құмырсқаның илеуі ғой, мынау жаңағыдай. Осын бергенде бұл Алла тағала адамға разы болады екен. Құмырсқа сол адамға бата қылады дейді. Мынау тәуіпшілікті зерттеу барысында байқағанымыз, бір дәне бала деген емші болыпты. Сол көзі қызарып, енді үлкен ушығып баратқан кезінде соған жаңа шырақ жағып көзін емдеген. Сол кезде осы құмырсқаның илеуімен жаңағы емдеген екен да, дәне бала деген емшінің әңгімесінде. Ал енді мынау құмырсқаның илеуі мынау қолдан жасалған. Мынау ағаш қойылып, бетіне тақтай қойылып, мынау шым ойылып бетіне жабылған. Мынау илеуге жаңбыр кірмейді. Сонда мынау біз тасаттық беріп жатады біздің қазақтар. Бірақ жаңаға кейде жаңбыр жаумады дейді. Бірақ оның 4 нәрсе түгел болу керек тасаттықта. Ол тасаттықтың алдында мынау құмырсқаның илеуіне мынау шымнан ойып бетін жауып, жаңбыр кірмейтін қылып, содан кейін барып бұның ішіне тары береді. Мінекей атамыздан қалған бұл ұмытылған бір салт дәстүрдің бірі. Мінекей көрдіңіздер ме? Мынаны құс көрмеу керек, құс көрмеу керек бұны. Құс көрмейтін қылып ішіне тастау керек. Міне көрдіңіз ба? Одан кейін сіз ол Алла тағаладан жаңбыр сұрап жатсыз. Бірақ алайда ол жаңған жаңбыр мынау құмырсқаның илеуіне кіреді ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына табиғатта үйлесімді өмір сүру керек. Табиғатта жан жануармен, хайуанаттарменен үйлесімді өмір сүру керек. Ол біздің мынау түркілер, соның ішінде қазақтар біледі. Мынау жаңағы құмырсқаның илеуіне осындай пана жасап берген адамға мынау құмырсқаның даналығы тиеді, құмырсқаның батасы қонады деп біздің қазақтар айтады екен. Бұл Қызыр алейхиссаламнан, Қызыр пайғамбардан қалған салт дәстүр. Міне көрдіңіздер ме? Бұл жаңағыдай. Сонда мына жаңбыр жауғанда құмырсқаның илеуіне кірмейді. Мысалға сіздің жаңаға жаңбыр тілеп жатсыз, жарайды сіз егін егіпсіз. Алайда ол көп мол жаңбыр, ақ жаңбыр, мынау құмырсқаның тіршілігін бұзады. Сондықтан бұл тікелей құмырсқаменен біз селбесіп өмір сүруіміз керек. Себебі құмырсқа бұл Нұх пайғамбардың кемесіне алғашқы болып кіргенде құмырсқа дәммен қамтамасыз, дәнектерменен түрлі азықтың барлығын қамтамасыз еткен Алланың қалауымен ол құмырсқа. Ал Сүлеймен пайғамбардың бас кеңесшісі, Сүлейменнің бас кеңесшісінің бірі Мәзере құмырсқа болғанын сіздер қисадан білесіздер. Мінекей сол үшін біз сол салт дәстүріміз, мінекей қиса бойынша біз осындай құмырсқаларға қамқорлық жасауымыз керек. Ал енді бұл керек, мынау кәдімгі тары мінекей. Әр өңірде мінекей көп те қажет етпейді. Мысалы мынау тарыңыз мысалға бір 50 теңге 100 теңге тұрмайды. Бірақ бұл мыналардың көктемдегі тіршілігінде бұл аса қажет. Мынау азық болып табылады. Мен қазір сіздерге қалай жасау керек екенін көрсетемін. Соны жасасаңыздар, мынау ашаршылықтан, құрғақшылықтан құтылуға бір септігі тимек. Бізге бұл керек заттар, керек құралдар. Бұл мынандай мінекей жәшік пластмас. Көрдіңіздер ме? Сол жәшіктің мынандай ойыс жерлері болады. Бұған үлкен мән беріңіздер. Осы ойыс жері бұның күншығыс пенен күнбатысқа қарап тұру керек. Мінекей көрдіңіздер ме? Мінекей бізде батыс мына жақта. Сол үшін мынау ойысы солай қарай қарайды. Мінекей мынау құмырсқаның илеуі. Көрдіңіз ба? Біз осыған былай қоямыз. Мінекей былай қоямыз. Мінекей содан кейін бұның үстінде мынандай ағашпен былай жабамыз. Көрдіңіз ба? Ал бұның үстіне содан кейін шым ойып қойып, шымменен жауып, үстіне 3-4 шелек жаңағы топырақ жабамыз. Мынау құмырсқалар мына жерден емін-еркін кіріп шығатын болады. Оны қазір үйген соң тағы көрсетемін. Ол мына жерден құмырсқа емін-еркін сияды, мінекей мына құмырсқадан. Себебі құмырсқа ұясында мынау күннің батқанын білу керек. Күннің батқанын, күннің жағғанын. Сосын бұл мына жағы күн шығыс беті ашық тұрғанын жақсы. Үстіне сол илеуге жаңбыр кірмейтін қылып осылай жабу керек.
мінекей мынау шымды ойып алдық. Мына жерге мен тал егем көктемде мына шеңгелдің түбіне. Ол бір пайда. Оны мен мынандай дәннен егем талды. Ал енді мынаны алып барып, қазір сіздер көресіздер. Жаңағы мінекей. Көрдіңіздер ме? Мына болды. Мінекей. Көрдіңіз ба? Енді мынаның үстіне кішкене топырақ қоюға болады. Мінекей мынауыңыз толық құстардан қорғалған, тіршілік етуіне болады мінекей. Мінекей осы бұл құмырсқаның. Ал енді мынадан сізге құмырсқа ешқандай жаңбыр жаумасын демейді. Мынақтан күн түсіп тұр. Мінекей жарықтың күндіз түні мінекей біліп тұрады. Мына жағы кіріп шығатын жері. Көрдіңіз ба? Енді бұл құмырсқаның илеуіне ешқандай жаңбыр кірмейді мынаған. Жаңбыр тимейді. Жаңбыр тимеген соң тасаттық берген соң, бұдан кейін тасаттық беріледі. Содан жаңбыр береді. Мысалға көресіздер енді биыл мына мен тұрған өлке бұл Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылы деген жер. Мінекей. Мынау мен осындай жаңағы құмырсқаларды қорғаумен айналысам. Өзім мамандығым, бірінші мамандығым биолог. Мінекей. Оның ішінде ихтиология, этномология ғана зерттеген адаммын. Сонда мына құмырсқаға осылай жасаймыз. Енді көресіздер біздің биылғы 26-шы жылы жаңбырдың қалай жауғанын. Мінекей, бәріміз осылай табиғатпен үндесіп өмір сүрейік. Әрбір тіршілік адаммен бірге селбесе өмір сүру керек. Құмырсқалар табиғатта санитар болып табылады, зиянкестерден қорғайды. Сондай-ақ Жүсіп пайғамбарға зынданға азық тасыған. Мінекей, мынау жаңаға мен өзіме солай борыш санап алдым. Әркім өмірде өзінің қолынан келгенше табиғатқа қамқоршы болу керек. Бұл жол мынау жер бетінде ақыр заманға дейін тірі қалған пайғамбардың бірі. Мынау Қызыр пайғамбар, оны біздің қазақтар Қызыр ата дейді. Мінекей, Алла разы болатын Қызыр атамыз мінекей қуаттайтын осындай мынау жаңаға құмырсқа илеуін қорғау іс-шараларымыз біз. Мінекей, осы енді әлбетте биыл жаңбыр мол болады деп мен сеніммен айта аламын. Себебі сіздер 2026 жылда сіздер көресіздер қалай болатындығын. Енді Алла қаласа біз тасаттықтың алдында осындай шара жасап жатырмыз. Біз қазір бірнеше жерге жаңағы құмырсқаның илеуін жасадық. Одан кейін мынандай илеу болғаннан кейін сіз ол құмырсқаны басып кетпейсіз. Міне көрдіңіздер ме? Мінекей, өздеріңіз білесіздер, ол Сүлеймен пайғамбардың заманында мәзере құмырсқа, әй Сүлеймен, қызыл туыңды бірге алып жүр. Қызыл туды көрген кезінде біздің құмырсқалар кететін болады деген. Содан кейін біздің мынау қамбаларда ата-бабаларымыз қызыл жалауларды іліп қоятын болған. Мінекей, біз осылай жаңа Қазақстанда баршамыз табиғатпен үйлесімді өмір сүруіміз керек. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Мінекей, мына жерде түйелер жайылып жүр. Мінекей, түйелерімді жайып отырмын. Мінекей, қазір наурыз айы көктемде. Мінекей, осылай біз жоғалып жатқан, жойылып кететін жан-жануарлардың барлығын қамқоршылығымызға алуымыз керек. Адамзат, адам атаның ұрпағы, адам бұл халиф. Біз Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз. Біз барлық жан-жануарға қамқоршы болуымыз керек. Біз зұлымдықтан аулақ болуымыз керек. Мінекей, адамзат 3-ші дүниежүзілік соғыстың алдында тұрған қиын қыстау қилы заманда тұрмыз біз. Соған қарамастан біз адамдық қасиетімізді жоғалтпауымыз керек. Біз соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбардың үмметіміз. Біз мейірімді болуымыз керек. Жүректерімізде Аллаға деген махаббат болу керек. Адамға деген мейірім болу керек. Біз әр жерде шама шарқымыз келгенше өсімдіктен бастап, мынау экожүйені қорғауда, жан-жануарларды қорғауда біз озат болуымыз керек. Себебі біз ұмытпауымыз керек. Біз Алланың сүйіктісі Мұхаммед пайғамбардың қауымымыз. Баршаңызды мейірімді болуға, табиғатты қорғауға шақырамын.